Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Мерейгүл. Бүгін яблочный пирог шарлотка дайындайтын боламыз. Бірінші дайындағаннан мінсіз болып шығады. Өте керемет дәмді пирог. Ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Бізге 4 алма керек болады. Алманы 4 бұрышты етіп, пышақпен турап аламыз. Міне видеода көргендеріңіздей осындай 4 бұрышты етіп тураймыз. Ендігі кезекте алманың барлығын сковородкаға саламыз. Сливочный масло 30 грамм және қант 100 грамм қосамыз. Менде видеода көрінбей қалыпты. Және өз қалауларыңызша корица қоссаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Осылай сковородкаға 5 минуттай дайындап аламыз. Ендігі кезекте бізге бір жұмыртқа керек. Қант 80 грамм. Қант пен жұмыртқаны араластырып аламыз. Келесі кезекте сливочный май 100 грамм қосамыз. Және разрыхлитель 1 чайный ложка қосамыз. Барлық ингредиенттерді араластырып, келесі кезекте ұнды қосамыз. Ұн 280 грамм. Қолымызбен осылай үгітеміз. Бізде песочный қамыр шығу керек, яғни крошки болу қажет. Видеода көрсеткендей екі қолымызбен үгітіп жасаймыз. Ендігі кезекте форманы дайындаймыз. Астыңғы бөлігін жасап шығамыз. Крошкиді екіге бөліп аламыз. Астыңғы бөлігіне және қалған бөлігін үстіңгі бөлігіне себеміз. Және осылай жан-жағын жасап шығамыз. Ендігі кезекте салмасын қамырға құямыз. Осылай пирогтың үстіне жаңағы алып қалған крошкемізді себеміз.
Пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып аламыз, 30-35 минут пісіреміз. Міне біздің яблочный пирог шарлотка дайын болды. Пирог толықтай суығанда ғана формадан босатасыздар. Міне біздің пирог дайын болды. Сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.